Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте оңай әрі дәмді және де кез келген салмамен дайындауға болатын күзгі галета әзірлейміз. Мен бұл жолы алхормен дайындауды жөн көрдім. Сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге қажетті ингредиенттер: 80 грамм сары май, 150 грамм ұн, 2 ас қасық су, 1 шымшым тұз, 1 ас қасық шекер, 1 ас қасық жүгері крахмалы және де алхоры жемісі. Ыдысқа ұнды, тұзды салып, үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, араластырамыз. Үстіне суды қосып, қамыр илейміз. Дайын қамырды 20 минутқа мұздатқышқа салып қоямыз. Алхорларды сүйегінен тазартып, әдемілеп турап аламыз. Пергамент қағазының үстіне қамырды қойып, екі бетіне ұн себе отырып, дөңгелетіп жайып аламыз. Бөлек ыдысқа шекер мен крахмалды қосып, жақсылап араластырамыз. Жайылған қамырдың үстіне шекер мен крахмалдың қосындысын сеуіп шығамыз. Содан кейін үстіне туралған алхорларды әдемілеп тізетін боламыз. Қамырдың жиектерін ортасына қарай қайырып жабамыз. Алдын ала қыздырылған пеште шамамен 30-40 минут бойы пісіреміз. Сіздер пештеріңіздің ыңғайына қарай бақылап отырыңыздар. Біздің алхоры салмасымен дайындалған галетамыз дайын болды. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Дастарханға ұсынар алдында галетаның сәл суығанын күтіңіз. Ас болсын. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің жүректеріңізден орын алатынына сенімдімін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.